Assalamualaikum dostlar. Бүгін бізде желтоқсанның 10-ы. Далада қар жауып тұр. Түнімен қар жауды бар. Қар қатты қалың емес. Бірақ сонда да қар бар. Далада қазір бізде -5 градус болып тұр. Ал бөденелерде бізде барлығы жақсы. Жылы. Бөденелерімізге 4 аптадан асты. Құдай бұйырса 10 күндей қалды. 10 күннен Құдай бұйырса біз жұмыртқаға кіреміз. Бізде міне Талдықорғанда өте суық болып тұр. Қазір кешелері бір кішкене жылы болып тұрған еді. Желтоқсанның басы биыл жылы болады деп еді. Қазір қар жауып кетті. Қазір ішке кіріп, іштің температурасын, бөденелерді, балапандарды қарап шығамыз. Біз түскі обход, оларға түскі обходты көрсетеміз. Кеттік онда. Мынау бізде іш. Балапандар жатыр. Біз тамақтарын әлі үзбедік. Постоянно тоқтаусыз беріп отырмыз. Өйткені бұлар пока жем жеп әбден вес жинау керек бізге. Ертең жұмыртқаға кіргенде барып, режимге отырғызамыз. Тамақтарын азайтып, тек қана мекендердің тамақтарын азайтамыз да жұмыртқаға дайындайтын боламыз. Қазір бұларға тек қана рост жем беріліп жатыр. Өзіміздің комбикорм. Осы Талдықорған қаласынан шығатын Жетісу корм деген кормды беріп жатырмыз. Қазір осыларға жем салатын боламыз. Жем суларын тексеріп қарап, сосын кешегі шыққан балапандарды да қарап, оларға да жем суларын беріп қараймыз. Астыларын тазалап жібереміз. Сонда күнделікті түскі бір обходтық бір түскі жұмыс бұл. Жем суын беру, астарын тазалау деген. Күніне 3 уақыт қарап отырмыз негізі. Мен өзім күндізгі жұмыста болғандықтан көп ертеңгісін кешке ғана қарап кетемін. Күндізгі жем суын беру дегенде өзім әйелім құрайды. Ал ертеңгісін кешке ғана жасап жүрген, бүгін демалыс бізде. Сондықтан күндізгі кешкі жұмыстың барлығын өзім жасаймын. Бұларға жаңа таңертең бір жем суларын бергенбіз. Енді тағы да қазір жем суларын беріп қарап шығамыз. Енді бұларға жем саламыз. Жем бізде мынандай Жетісу кормның жемі. Мынау старт, біреуінде старт, біреуінде рост. 2 ыдысқа салып қойғанбыз. Осыдан алып, осыға бере береміз. Енді жаңа бір уақытта бір салып шыққанбыз. Енді су жүйелерінде қарап шығамыз. Жемдерін бәрін салып тастадық. Жем қайтадан жеп бастады барлығы. Суларына бәрін қадағалап қарап шығамыз. Су ағып тұр ма? Барлығын қарап шығамыз. Суларын тексеріп. Су ішіп жатыр ма? Осына ішіндегі бочкада су бар ма? Бочкасын толтырып қойғанбыз. Бочкасына қазір су толып тұр. Бір судың өз бір күнде ішіп тастайды ғой. Кемінде 10 литрдің кемінде бір күнде 8 литрін ішіп тастап тұрады. Сосын біз мына астын бекітіп тастағанбыз. Мындай ағаштармен көрініп тұр ма? Ертең жұмыртқа тумайтын болған, пока тумайды. Сондықтан бастарын кіргізіп қысылып қалмасын деп осындай ағаштармен бекітіп қойғанбыз.
ағаш қойып тастағанбыз. Астарына көрініп тұр ма? Ертең жұмыртқа туғанда ертең алып тастаймыз. Сосын жұмыртқалардың бәрі жиналып мына жерге жиналатын болады. Пока осылай бекітіліп тұр астылары. Алыстау көрінісі. Сосын астындағы поддоны мынандай міне. Таңертең ғана ауыстырғанбыз астына поддонын. Уже кәдімгі біраз бүлдіріп тастаған, біраз жинап тастаған. Кешке шығаратын боламыз. Кешке бір тазалаймыз, күндіз бір тазалаймыз. Бәрі жем жеп бастады. Қазіргі біздің бөлменің температурасы 25-те 6 болып тұр. Қазір ана гидрометрді неге салып қойдық, инкубаторға. Брудердің ішіне салып қойдық. Брудердің ішкі температурасын көретін боламыз. Бұл бізде үлкендер, бізде мыналарды бөліп тастадық. Мына үстіңгі қабатта бізде еркектер тұр қазір. Бұлай примерно бөліп қойдық, пока толық емес. Сосын екінші қабатында бізде міне Техас породасы. Бізде алғаннан кейін біздің Техас породасы шатыс сияқты, бізде таза Техас емес. Сондықтан келесі бір партияларда таза Техастың жұмыртқаларын тауып, соларды салатын боламыз, Құдай бұйырса. Үшінші қатарында міне бізде ұрғашылары таза. Бәрін бір қатарға, бір клеткаға салдық. Одан кейінгі астындағы қатар бұлар да ұрғашылар. Біз мыналардан примерно бөліп қойдық, әлі толық әлі жаңағыдай не алған жоқ. Осы біреу үркісе өстейді, барлығы тапырылып кетеді. Өте қатты үркек. Сосын ең астындағысы міне бұлар еркектер. Астындағы еркектер. Жаңа дауыс шығарып та, жаңа айғайлап, дауыс естіліп тұр ғой. Бұлар енді мекендері дауыс шығармайды, тек қана еркектері ғана өстіп дауыс шығарып тұрады. Міне бізде осылай. Қазір балапандарды көретін боламыз. Балапандардың да жемдерін береміз қазір. Енді балапандарға мына жемді езіп дайындап қойғанбыз. Мына бітіп қалыпты, қазір қайтадан тағы да жасап дайындап қою керек. Мынандай негізі мындай үлкен гранула ғой. Осы үлкен грануланы біз еземіз. Оқтаумен мынандай езіп, мынандай майдалап қоямыз. Осыны балапандарға беретін боламыз. Қазір қайтадан корм дайындау керек бұларға. Корм дайындау, жем беру, су беру деген өзі кәдімгідей жұмыс. Уақыт алады. Бір кірсең, балапандарға кірсең, кәдімгідей айналып шаруасын бітіріп шығам дегенше кәдімгі бір сағаттай уақытын кетіп қалады. Біздің ішкі температураның іші қазір 31-де 6 болып тұр екен. 31-де 6, ар жақ шеттері кішкене салқындаушы. Лампочканың асты болғаннан кейін 31-де 6 болып тұр. Ар жақтары кішкене 29 сондай шығар енді, ас шаруадан. Біз мынандай жемсауыт қолдан жасап қойғанбыз, пластиктерден.
алдында үлкен қылып мынандай ортасын бекітіп қойдық, осындай ортасын бөлдік, бөлмесек әйтпесе мына бәрі ішіне кіріп жатып алады, мына ішіне. Сосын аяқтарымен түйіп шашып бөлдіріп тастайды, сондықтан ортасын бір қатар былай бөліп тастадық. Бірақ соның өзіне кіріп алады, бірақ қазір көп шашылмайтын болды. Сосын екінші мынандай үлкен тауықтың жұмыртқасына арналған андай ячейкалер бар ғой, солардан қойдық. Осының ішіне қойсақ, мына ішіне көп шашпайды. Сосын ішіне кіріп жата алмайды, мына ішіне әйтпесе барлығы мына ішіне кіріп жатып алады. Сосын енді аяқтарының астарына әлі балапан ғой деп мынандай әлі материал қойып жатырық. Кешегі қойған материал біраз бөлтіп тастаған. Уже бұл материалды алып тастау керек уже. Бұл үйренген шығар сеткеге. Сеткеге үйренбегенде біраз үйренсін деп қойып қойған едік қой. Уже қанша 3-4 күн болды астына материалды қойып, күнделік 1-2 рет ауыстырып тұрып тазалап тұратынбыз. Бүгін міне соңғы күн кішкене жүрсін. Сосын қазір кешкісін бұл материалды алып тастаймыз, сонымен болды. Материалсыз сеткінің үстінде жүретін болады енді. Ар жағында су. Су пока толып тұр. Балапандар пока әйтеуір жақсы, енді өсіп жатыр. Құдай бұйырса, бұларға енді екінші сетканы жасайтын боламыз, бұл арнайы. Сосын 20 күндік болғанда бұларды сеткеге жібереміз, үлкендер сияқты. Ал бұларға қазір 9 күндік, бүгін 9-шы күн. 9 күндік балапандармен. Үстерінің жүндері түсіп, сабалақ болып қалған уже үстері. Үстері сабалақ болып жүндері түсіп, жүндері ауысып жатыр. Қанаттары қатайып. Ішінің температурасы мына 31 болып тұр. Шет жақтары 29-28 болатын шығар енді.